Сәлеметсіңдер ме балалар? Мынау жаңағы морфологиялық талдау жасалған болатын осы сөйлемге. Енді бұл көрерменнің өтініші, сондықтан бұл енді қандай талдау екенін мен анық түсінбедім. Сондықтан дәл осы сөйлемге синтаксистікте талдау жасағым келіп отыр. Олай болса, қысқа ғана сөйлем екен, бірге талдайтын боламыз. Енді шықты, не істеді? Яғни сөйлемнің соңында әрдайым баяндауыш шығады. Тұрады, шығады деп ғой, шықты деген сөзді. Яғни шықты, не істеді? Не шықты? Хабарламалар жүйесі шықты. Яғни екеуі де бастауыш болады. Бір сөйлемде екі бастауыш болмайды дейтін білгіштерге мен енді айтып шаршадым, сөздің шыны керек, енді мен айтпаймын, болады деп айтпаймын. Өйткені міне хабарламалар жүйесі. Не шықты? Хабарламалар жүйесі шықты. Қашан шықты? Кейін шықты. Бұл енді пысықтауыш болады. Мезгіл пысықтауыш, уақытты көрсетіп тұр. Кейін шықты. Кейін, қазір емес деген сияқты. Қандай жедел хабарламалар? Бұл енді анықтауыш болады. Мен жағына нелерді өшірмеппін. Басында морфологиялық талдау жасағаннан қалған нелерді өшірмеген екен. Бұлар енді көрінбей тұр ма, көрсетпей тұр ма? Бұларды өшіріп тастайын. Өйткені бұл бастауыш сияқты көрініп қалуы мүмкін. Бұларды өшіріп тастай салайын. Енді сөйлем түсінікті деп ойлаймын. Көрініп тұрған шығар. Шықты, не істеді? Яғни сөйлемнің соңында әрдайым баяндауыш тұрады. Не шықты? Хабарламалар жүйесі. Нелер? Хабарламалар жүйесі, несі? Екеуі де бірдей күрделі бастауыш болады. Қашан шықты? Кейін шықты. Яғни бұл пысықтауыш. Қалай, қашан шықты? Жоқ. Жедел хабарламалар. Қандай хабарламалар? Жедел хабарламалар. Қандай деген сұраққа жауап беріп, анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Енді маған бір синтаксистік талдауларға бір кісілер жазыпты. Бір сөйлемде екі бастауыш болмайды деп. Негізі болады. Ондай мысалдар өте көп. Енді мен реті келген кезде, тыңдармандар сұраған кезде, кейбір оқушыларға үй жұмысын орындау қиын болған кезде маған өтініш жазады комментарийге. Сол кезде мен тағы да бір талдатып көрсететін боламын. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Егер де қандай да бір сұрақтар туындаса, қазақ тілі пәні бойынша түсінбей жүрген сұрақтарыңыз болса, кез келген осы морфологиялық немесе синтаксистік талдаулардың астына өтініш қалдырсаңыздар болады. Мынаны түсінбей жүрмін, мынау неге мынадай болып тұр деген сияқты осы түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен міндетті түрде сіздерге жауап қайтаратын боламын. Олай болса, сау болыңыздар.